Қымбатты мұғалімдер, сіздерді кәсіби мерекемен құттықтаймын. Сіздер ұрпақтар сабақтастығын жалғастырып, білімдеріңізбен бөлесіздер. Осылайша баршамыз үшін аса маңызды миссия атқарасыздар. Мол бақыт, қуаныш пен молшылық тілеймін. Ұстаздар күнімен құттықтаймын. Сәлеметсіз бе? Менің есімім Үмбетова Диляра, Баянауылдағы Зейтін Ақышев мектебінің түлегімін. Менің ең сүйікті мұғалімнің есімі Анна Алексеевна. Өмірде 5-6 сыныпта маған ең жақсы кеңес берген: кто хочет, ищет возможности, кто не хочет, ищет оправдание деген. Содан бері сол кеңесті өмірімде қолданамын. Сізге үлкен рахмет. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Мұсаев Бауыржан. Мен оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы Панфилов мектеп түлегімін. Менің ең жақсы көрген сүйікті ұстазым Қожахметовна Салтанат. Оның маған өмірге берген кеңесі «Үй алсаң аш қаласың» деген сөзі. Сол кеңесі маған әлі күнге дейін көмектесіп келе жатыр. Сәлеметсіз бе? Менің есімім Сандуғаш. Мен Нұрлы көші орта мектебі Ақтөбе облысында оқығанмын. Онда менің сынып жетекшісім Жадыра Орынбасаровна деген кісі болған. Мектеп оқып жүрген кезде ол кісі әр оқушыны жинап алып мотивация беретін. Қандай мамандық болсын, қандай сұрақ болсын, біздің сұрақтарымызға жауап беріп отыратын. Және бір мамандыққа емес, әртүрлі мамандықпен айналысыңдар деп айтады. Мен солай 3 мамандықпен айналысып жүрмін қазір. Мен Ахмаров Фермухан Әбілқайыр Баймолдин атындағы жалпы орта білім беретін мектебін аяқтадым. 7-ші сыныпта бізге алғашқы әскери дайындық мұғалімі келген. Сол мұғалім мені бірден көріп, мені спорт секцияларға дайындай бастаған. Ең негізгісі кермеде тартылу болған. Кермеде тартылудан 3-4 жыл бойы дайындалып, мен Павлодар облысында 1-ші орын иегері болып отырдым. Сол мұғалімге өте ризамын, және де мың алғыс.